Тобылғының түбінде торғайда бар, бір жақсы мен, бір жаман әрқайда бар. Екі жаман қосылса күнде керіс, екі жақсы қосылар күн қайталар демекші. Бүгін міне игі абайларымыздың бастарын жинап, мерекелік дастархан қойып отырмыз. Мұндайда ақынға қара сөзден өлең оңайын дейді. Төлеген Айбергеновтың арманымды ақтармын ба, жүрегімді тербесем, айға сіңілі, қарындассың, қасиетті жерге сен. Мен өзімді теңдесі жоқ құдіретті түсінем, сендік қуат мың есе артық жердің қуаттысынен. 8 наурыз 22-нің көктемі, қыстың біз көрінбеді өктемі. Мерекеңіз құтты болсын әпкейлер, күн нұрындай жарқыраңыздар көктегі. Дей отырып, алғашқы гүлімізді аз да болса қабыл алып. Молодец. Рахмет жан, өлгендерім жайнайды. Рахмет жан, өлгендерім өтсін. Аман болсын. Ой, рахмет екен ба. Адамдардың арасына жат, нұрын сыйлайтын осы әйел заты болғандықтан біз сіздерді қатты сыйлаймыз, қатты құрметтейміз. Осы мейрам сіздерге бір күн емес, жыл 12 айда әйел затын бағалау, құрметтеу артық болмайды. Сондықтан келетін мейрамдарыңызға дайын, отбасыларыңызға амандық, денсаулықтарыңыз мықты болсын, ешқашан ауырмаңыздар. Осылай арамызда бірге жүре беріңіздер, бірлестік жасасын. Менің егіз баламның бірі. Қазақ тілдің сіздер болып қаймағы жаз күніндей жарқыраңыздар жайдары. Бұл мерекелік дастархан сіздерге бақыт әкелсін әр көктемнің айлары. Иә, пенсияға сендер сол базарға қарай келе жатсың. Барлық нәрсеге асқы қан базардың ортасынан есіп өтсіңді ішке болса болсын. Аман есен болыңдар. Сол үшін қан балалардың жігіттердің дайындаған дәмінен ауыз тиіп, мен кішкене дайындықтай деп күтпеген. Қандай тамаша. Дайындықпен әке. Иә. Арнайы өлең шығарумен. Сценарий жасау. Сондықтан басқа бірлестіктердің де қыз-келіншектеріне осындай әдемі мерекелік дастархан тілеймін ұжымыма. Бәріміз осындай жігіттердің арқасында марқайып жүре берейік. Ал қыздар үйлеріндегі ұрпағымызбен өсейік, ұрпағымызбен ары қарай көрінейік. Қазақ елінің тамаша әдемі қыз-келіншектері, жігіттері аман болыңдар. Сол үшін Ақыннан ұтымды сөз табылған соң, басымыздан бақ береке арылмасын, екпіні тау бұзардай от тапайым, сөз сөйлесін Махамбеттің қарындасы. өте тамаша. Біз бұрын соңды бізде сөйлепамыз, қасымызда отырмайтын керемет. Байымыз келіп отырып, сөйлеп дейміз. Мынау жаңа пенсияға келіп шығудың басы, неге кетуді естіп келіп отыр апамыз шақырып. Дұрыс. Жігіттер сендерге рахмет балалар. Баламыз сіздерді осы үлкендерді сыйлап, дастархан жайып, ыстық білдіріп жатсыздар, рахмет. Үлкендеріңіз сау болсын, аман болыңдар. Алдымызда осы қас-қабақтарымызға қарап, бірдеңе айтсам жүгіп кете беретін рахмет оларына да. Мынау көктем мерекесі құтты болсын, еліміз сау болсын, барлықтарының отбасына амандық, денсаулық тілеймін. Осы көктемде құлпырып, аман болып жүре беру. Тек қана денсаулық тілеймін. Денсаулықта басқа не бар? Сол тілейтін басқа айтарым жоқ. Қуаныштың бүгін бір ерекше күн, тамаша болып отыр. Бұнандай нәрсе күткен жоқ еді. Рахмет екіншілікке. Алла сыйласын сендерге. Аман болыңдар. Арманым бұл әлемді шіркін, қамқорым шаттығым бақ гүлім әкелерім, қамқорым шаттығым бақ гүлім аналарым. Аңқылдақ жеңгелерім, әпкелі бауырым сендер едің, сағынышпен сарғайып мен келемін шіркін. Біздің мектептің компьютері сияқты дөріңіз. Вечер жасап жігіттер ыржияма білімдеп шығып жүрміз бір қияға.
күнде көркем мінезі бар ашық жарқын сөз берейін апайым Гүлзияға. Не ана видеода жазып отыр өзіне. Апа жазып отыр, жазып отыр, апама жазып отыр. Гүлзия апама қош кепшілігі бар. Біздің сіздерге бірінші рахмет Әлихан балам құттықтап жатыр. 2-ші мәртебе апайым. денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осылай ойнап шапқылап беріңіздер. Пенсияға шыққанда осылай әдемі қалпыңызда біздің отанымызды шауып жүре бересіздер. Денсаулықтарың мықты болсын, еңбекте табысты, Данияда, отбасыда бақыт, бірлік, береке болсын. Сіздерге тағы да рахмет, осылай үлкен дастархан жасап отырғаныңыз. Сіздерге басым дейін рахметімді айтқым келеді. Сіздерге рахмет. Әпкейдің тапсырмасын екі етпе, әпкейдің мықтылығы секретпе. Сөз сөйлесін сымбатты сұлу ұстаз, көп ұзамай шығатын декретке. Осы қазақ тілі бірлестігінің сұлу қыздары барлықтарыңызды бүгін келіп мерекені құттықтаймын. Осы атаулы мерекеден құр қалдырмай, біздің көңілімізді ойлап, бізді бір құрметтеп, бізді бір марқайтып жатқан екі жігітке үлкен рахмет, алғысым шексіз. Екі жігітке айтарым, Алла тағала осы сендердің әрбір істеген іс-әрекеттерін өздеріне екеселеп қайтарсын. Үйде де, отбасында да, жұмыста да абыройлы болыңдар, шығармашылықтың шыңына шығып жүре беріңдер. Қашанда сендердің тек биіктен көрінгендеріңді көрейік, қыздар қуанып жүре берейік. Мына бүгін апайларың үшін жасаған игі істеріңе біз жақсылықта рахметтен басқа айтар ешқандай неміз жоқ. Неден Сәуләтті, Ақбалатты, Гүлзиятты өздерің балды қоштастырып келе жатсыздар ғой. Айтады ғой олар. Әркімнің жолы әртүрлі, сондықтан сіздердің жолдарыңыздыңыз, сіздердің әрбір жеткен жетістіктеріңізді бізге болсын. Әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға қуаныш болсын, ырыс ынтымақ береке болсын, бала шағаларыңыз аман болсын. Мына елдің баласының арқасында нан жеп отырмыз ғой, елдің баласы аман болсын. Жұмыста да абыройлы болайық. Әйтеуір қашанда жақсы деген сөзге лайықты болып жүре берейік, сол сөзді ғана ести берейік. Қыздар, сендерге де шығармашылық табыс тілеймін, Алла қаласа сендерді тек биіктен көрейік. Осындай дастархандарын тек қана жақсылыққа жайылсын, үйде де, жұмыста да. Айтатынымда сендерге айтатын тек қана жақсылық. Алықтап аққан атаққар, сыртыңнан гүлдейді бақтар, кең далам құшағына жайып, есімде қауышқан шақтар. Бекер сезім, біз екеуміз, қауыш жарған гүл екенбіз. Біз екеуміз, қауыш жарған гүл екенбіз. Ой, тамаша. Дәу апа деп жүр, дәл сіздей кілт іздейтін кім бар әпкей? Дәу апа деп жүретін Ділман әпкей. Ажары айдай аппақ, тура мінез сөз сөйлесін қадірлі Гүлнар әпкей. Алдына масқара зөгі ватсаптың бәрін. Бүкіл алдан айнам жауаптың. Дәу апа, ағапа деп жөндейім ғой, соны Фарабидің нелігі шығып, байқампаздығы жеп. Қарындастарына, елдеріне жасап құрмет етеміз. Анадан бастап алып, анадан туылмайды. Адамзат есі жоқ қой. Сондықтан сендер бүгін бізге әдемі құрмет жасап жатырсыңдар. Бұл бір тағы бір сөздің дәлелі, ер азаматтың мойнында қыларқан шырмет деген. Дәу апам, ағапам, Қариясы бардың қазынасы бар.
жаңа апасы бар запасы бар деді ма, ол да бір әдемі сөз екен. Бір жерге тұрып қоятын осы апасы бар запасы бар қыздар сіздерді біріншіден бізге үлкен сыйлаған қазақпыз, сіздерді біріншіден құттықтаймын. Артыңыздан өкшелеріңіз басып келе жатқан қыздар музейге бастаған бала шағаларыңыздың жақсылығы жасаған жақсылықтарыңыз бізге қызметте болмаса тілеген тілектеріңіз қыздар барлықтарыңыздың ұяларында жақсылық тұрып жүре береді. Барлығына әйел бақытын тілеймін. Ең тамашасы әйел бақыты. Әйел бақытты болған жағдайда жұмысты да үйді де жарқыратады. Сондықтан көңілдерің қош, өздерің бақытты ғұмыр кешіңдер. Кабинкада отырған қыз келіншектердің құрметіне келе жатқан мерекелеріңізбен біздің өңірдің мақтанып айтатын әншісі Гүлнұр Өмірбаеваның әні Ару қыздар әнін қабылдаңыздар. Ару болып қыздар, аққу моян сұлусыңдар, дарған көңіл дәру. Әпкейдің тамаша әнінен кейін разылығымызды білдіре отырып, мұндай әнінде естісі бар, есері бар дейді ғой. Тыңдаушының құлағын тесері бар деп, бәріміз көңілімізден шығып, жүрегіміздің төрінен орын алды. Енді келесі сөз кезегін беріп жүрейік. Ұлттық болмысымызға сай дейін бе, болмысы ұқсап толған сай келінге үйден оқты сағатын жинап алған сөз берейін, жарқын жүзді Әйгерім бе. Әпкей, сіз күлмеңіз. Сізге қазір кеп қалды. Дайындалмаңыз. Мынау бар вообще бар ғой. Надо сөйлемейді қалыпты. Бүгінгі мерекемізге орай дастархан жайып беріп жатқандарыңа рахмет. Бақытты болыңдар, өмір жастарың ұзақ болсын, жұмыста табысты болыңдар, еңбектеріңіз жемісті болсын. Алла қаласа келіншегің босанып қол аяғын бауырына жинамасын. Аман болыңдар, бар болыңдар, бай болыңдар. Ал бүгінгі келер мерекелеріңіз құтты болсын, аман болыңдар, жұмыста табысты болыңдар. Сіз біздесіп сыйласып ойнап күліп жүре берейік. Сіздердің жемістеріңіз бізге жұғысты болсын. Өйстіп ортада жүре берсек әйтеуір бірдеңені үйренерміз әйтеуір. Әне міне деп қанша осы мектептің сыртында жүріп біраз нәрсені білмедік. Енді кішкене ортаға кірісіп жатырық. Не деймін, қалғырдасақ кейін аман есен босанып, қол аяғыңызды бауырыңызға жинап алыңыз. Вечер жасап шығарып алайық. Иә, вечер жасап роддомнан шығарып алайық. Бәріңізге жұғысты болсын. Өйстіп осы дастарханымыз тойға жайыла берсін, тойда кездесейік, аман есен болайық, жақсылықта жолығайық. Мына екі жігіттің бүгін жасап берген дастарханы құтты болсын. Бізде келесі 7-ші неде бізде жасап берейік. Соған жетейік. Соған жетейік, сол күнге де жеткізсін. Сол үшін алып қойыңыздар. Сол үшін алып қойайық. Дәмді тамақ. Анашым шалқып күлсең, алдымда жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім орнаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Таң болып әрбірге атты дағы, сәуле болып әрбірге жалырады. Арулар асылғандар, шуақ болып шашылғандар. Келесі сөз кезегін бересем, Дәуренге берейін деп отырмын. Керемет жан екенін тани ала, мақтау сөзді айтайын жарияға, маңдайы ашық сұлу қызға сөз берейін, механика айдайтын Алияға. Фараби сондықтан. Механиканы кезімізді айдамайды ғой. Фараби.
Одан кейін сөзді таппай. Маңдай ашық десең, Дәуренге қарап қалған ғой. Айтады ғой, абай да туған анадан, дана да туған анадан, бұның бәрі хақ, міне аналар мерекесі, осы жерде жиналғанның бәрі аналардың құрметі үшін сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға береке, бақыт, нәсіп, ырыс тілеймін. Бұған себепкер қылып шақырып отқаныма біздің екі ер азаматымыз. Сендерге алғысым шексіз. Шын айтсам бар ғой, мына жерде тамаққа емес, көңіл тоқта. Прям енді ана эмоцияны айта алмаймын іштегі. Шын көңілден шығып жатқан сөздер, шын пейілден шығып жатқан сөздер. Аха, шын пейілден міне айтып отырмын ғой, қазақ тілдерден сөз сөйлеу қиын екен негізі. Бұндай жерде көп енді ғой отырып жатқанымыз. Одан кейін сөзде таппай қалады екенсің. Қандай Сәуләпкейден бастап Айгерімге дейін тамаша тілектер айтылып жатыр. Отбасыларыңа, жеке бастарыңа, жұмысқа да, міне осының бәрі Алланың құлағына шалынсын деймін. Дәурен, сен бір басың екеу болсын. Міне келесі жылы Алла қаласа Фараби құсап, сенде екі бас болып отыр. Мына Фараби, сен келіншегің аман-есен босанып алсын. Осы қосағымен қосағар бақытты ғұмыр кеш. Сендерді әрқашан биіктен көрейік. Сен келіншегіңде жаңа шығармашылық жұмыс не ғой енді өзіңе әріптес қылып былай екеуіне тек қана жақсылықты тілеймін Фараби, биік шыңдарды бағындыра бер. Өзіңе де айтып жатырмын ғой, бір жерде бастық болып отсаң бізді танымай қалма деп жатырмын ғана да кіріп барамыз депші. Сөйтіп күліп жатырмын ғой. Бір жерде тіреп тұратын баласын Алла соған жеткізсін. Сізді ұрысып беретін жақсылар ғой. Ұрысып па? Лауазымыңа қарамаймын. Дәурен, міне кіп-кішкентай болып сен де келдің, осы Фараби ағайың өкшесін басып, сен де үлкен қызметке орналаса, Алла қаласа. Екеуіне бар жақсылықты тілеймін, әлемнің бар жақсылығын, қуанышын тілеймін. Қалай бізге қуантып жатсыңдар бүгін ана деп, сендерге мың еселеніп қайтсын. Өздеріңе бақыт, береке, ырыс, нәсіп болсын жасап жатқан жақсылықтарың, бар жақсыны тілеймін. Ал әпкелер, мынау үлкендеріміз шынымен де Сәуләпкей мен Мақтал әпкей, анау апасы бар, запасы бар деген шынымен де күшті бір көңілге қонымды. Біз үш буын болып тұрмыз, былай қараса, сіздер, одан кейін міне Гүлнар әпкей, Гүлзия әпкей, Гаухар әпкей, үшеуіміз. Міне үлкендеріміз сіздер аман-есен пенсияға шығып, немере шөберен қызығын көріп, тек жақсылық тілеймін сіздерге. Сіздердің өкшелеріңізді басып біздер жүре берейік. Одан кейін ортаңғы буында үш әпкеміз өте міне сұлу, Гүлнар әпкей, Гүлзия әпкей, Гаухартас әпкей жарқ ете қалады бір жерге шықса, расында да ортаңғы буынымыз міне сіздерге де үлкен рахмет, сіздерден білгенімізді үйреніп біз жүре береміз, кемшілігімізді бетімізге баспай түзетіп жүрсіздер. Әлі үйренетініміз көп, Құдай қаласа, міне енді баспалдақтасып келе жатырмыз. Соңы біз екенбіз ғой, төртеуміз. Айгерім, мен, Фараби, Дәурен. Алла қаласа осы бесеуіміздің жолымызды берсін, барымызге шығармашылық табыс тілеймін, биіктен көрінейік, мынау көз тимесін, тіл тимесін, Аллаға сансыз шүкір деймін. Мынау керемет нәрсе, тамаққа емес, көңілге тойдық шыны керек. Мында бір рахмет сендерге, Алланың нұры жаусын. Стоп, төмен сүрек.